Barchaga salom dostlar. Janibek Alimxanoğlu'nun jekpe-jegi Қазақстанда o'tuvi mumkin ba? Ministr javob berdi. Turizm және sport ministri Ербол Мырзабасынов Қазақстанда кәсіпқой боксшы Janibek Alimxanoğlu'nun bir jekpe-jegin Қазақстанда өткізу qarастырылып жатқанын айтты. Мәжіліс отырысында депутат Ринат Заитов, министр туризмді дамыту мақсатында Шавкат Рахмонов, Janibek Alimxanoğlu сияқты спортшылардың жекпе-жегін Қазақстанда өнерлерін өткізуге мүмкіндік бар ма деген сұрақ қойды. Қазір мемлекет тарапынан және азаматтардың қолдауымен келешекте елімізде Janibek Alimxanoğlu'нun bir жекпе-жегін өткізу мәселесі ойластырылып жатырмыз, деді Ербол Мырзабасынов. Еске салайық, 4 қазанда Janibek Alimxanoğlu Сиднейде аустралиялық және зеландиялық Андрей Михайловичпен жұдырықтасып 9 раундтық қарсыласын техникалық нокаутпен жеңген еді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.